Қайырлы күн. Бүгін біз оқсамаған 3 түрлі экономикалық отбасының кіріс-шығыс жағдайымен танысып көрейік. Біз дайым айтамыз, отбасында немесе отбасы экономикасын серіктік секілді басқара біл дедік. Әрбір отбасында кірім және шығын деген дүниелер болады. Ендеше, бірінші отбасы бұл кірімі барынша өрлейтін, сонымен бірлікте шығыны да жалғасты өрлеп отыратын отбасылар. Бұндай отбасылар қарамаққа соншама бай, баяшатты көрінеді. Өйткені олардың кірістері барған сайын көбейе түседі. Олар машина, үй, әртүрлі дүниелерді қайтеді, сатып ала алады, қуаты болады. Бірақ олардың сонымен бірлікте шығындары өрлеп отырғандықтан сырттай қарамаққа бай көрінгенменен әмәлиятта ішкі жағында ақшаның жетіспестігінде жүреді. Ал екінші бір отбасылары болады. Бұл отбасылардың кірімі тұрақты болады. Бірақ олардың шығындары үздіксіз түрде өрлеп отырады. Бұндай отбасылар өздерінің не үшін қарызға қарай кетіп бара жатқандығын көбінде сезе бермейді. Бірақ осы қалпынан өзгермегендігі себепті бұл отбасында қарыз деген нәрсе қайтеді, жалғасты өрлеп отырады. Яғни мына жерге қарыз қосылады. Ал үшінші бір түрдегі отбасылар болады. Бұл отбасыларды біз әдетте сыған, пысық отбасылар деп айтамыз. Ендеше бұл отбасылардың ерекшелігі, олар кірімді барынша өрлетеді. Және сонымен бірлікте қайтеді, шығынды мүмкіндіктің барынша тежей біледі. Бұндай отбасылар ақырында қайтеді, байлыққа қарай бет алады. Олай болса, құрметті достар, сіздер осы 3 түрлі отбасының қайсысына тәуелді екенсіздер? Ендеше, егерде бір отбасы экономикасын дұрыс басқарам десе, онда ол сөзсіз түрде отбасы экономикасын серіктік формасында басқара білу керек. Тіпті де көптеген білімдерді АТО 2025 текшесінен біле аласыздар. Бізге назар аударыңыздар. 记得关注再走哦。